Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге нағыз қазақша ет асудың қыр-сырын айтатын боламын. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, ой-пікірлеріңізді комментарияға қалдырыңыздар. Ең алдымен етті қазанға саламыз. Мен сиыр етін сүйекті жағын салдым, одан кейін сүрленген, жылқы еті, қазы және қарта салатын боламын. Ет асқан кезде міндетті түрде сұр етті қоссаңыздар, дәмі өте керемет болады. 1 сағаттай қайнаған соң бетіндегі көбігін 3-4 рет тазалап алып аласыздар. Сорпамыз 2 сағаттай қайнады. Енді бөлек табаға сорпасын сүзгішпен сүзіп аламыз. Дәл қазір осы сорпамен қамыр илейтін боламыз. Сорпаға пиязды саламыз, лавровый лист салып, тағы да бетін жауып қайнатамыз. Етіміз 3 сағат қайнады. Енді сәбіз және картоптарымызды саламыз. Ожаумен араластырып аламыз да бетін жауып, тағы да 1 сағатқа қайнатамыз. Сорпа суыған соң оған 2 жұмыртқаны салып, тұз салмаймыз, себебі сорпаның тұзы бар. Жақсылап араластырып, оны салып қамыр илеп аламыз. Қамыр қатты жұмсақ болып кетпеу керек, орташа жұмсақтықта илейміз. Қамырды илеп болдық, енді оны жарты сағатқа тындырып қоямыз. Етіміз жай отта 4 сағат қайнады. Енді оның бетіндегі майларын алып, тұздық жасайтын боламыз дәл қазір. Ет піскен соң оны сүзіп аласыздар. Бөлек алған сорпаға пиязды салып қайнатамыз. 10-15 минуттай қайнатасыздар. Қамырымыз дайын болды. Енді оны салып, жайып аламыз. Қамыр жаю барысында, жайып жатқан кезіңізде арасына ұн сеуіп тұрыңыздар, себебі қамыр жабысып қалады. Және де қамыр жайып жатқан кезде қатты салмақ қойып, жаюға болмайды, себебі ортасы жұқа, шеті қалың болып қалуы мүмкін. Бешбармақтың қамыры қатты, қалың және жұқа болып кетпеу керек. Қамырды жайып болғаннан кейін кесіп аласыздар. Мен видеоға түсіре алмай қалдым. Көріп тұрғандарыңыздай, мен етті сүзіп алдым, одан бөлек сорпасын да алып қалдым. Қамыр пісіргенге суы азайып қалмау үшін тағы да суды құйып, дәміне қарай тұз салып, қамырларымды салып пісіріп алдым. Және қамырдың арасы жабысып қалмау үшін жаңағы дайын болған тұздығымызды бірінші құямыз, одан кейін барып еттерімізді турап қамырдың үстіне саламыз. Одан бөлек картоп және сәбіз саламыз. Нағыз қазақша ет асу дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп қойыңыздар.